Баршаңызға сәлем, сіздермен Жанар Өрікбайқызы, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қазақтың ұлттық тағамдарының бірі бірегейі өте дәмді қарын бүрме тағамын дайындайтын боламыз. Кейбір өңірлерде бұжы деп те атайды. Қалай аталса да, бұл тағам өте дәмді әрі ерекше тағамдардың бірі. Сондықтан менімен бірге дайындап көріңіздер. Ең алдымен біз қарынды дайындап аламыз. Бізде жылқының қартасы, қойдікі де сиырдікі де бола береді. Иісін кетіріп, тұзды суда әбден жуып аламыз. Содан кейін барып, салмасын дайындайтын боламыз. Қарын бүрмеге ет, қойдың құйрығы, көкөністерден сәбіз, картоп, пияз қажет болады. Ең алдымен етті турап дайындаймыз. Ет кез келген сиырдың, қойдың еті жарай береді. Менде жылқының еті. Видеода көрсетілгендей қатты ұсақтамай, ірілеп, кесек-кесек етіп тураймыз. Негізі бұрындары қарын бүрме тағамы тек еттен ғана дайындалатын болған. Қазір енді заманауи үлгіде көкөністермен де қосып дайындайды. Қазір бізде көкөністерді қосып дайындайтын боламыз. Біздің етіміз кішкене қаракесек болғаннан кейін майлы болу үшін құйрық май қосамыз. Құйрық майды да ірілеп турайтын боламыз. Құйрық майымыз бен етімізді турап болдық. Енді көкөністер тураймыз. Көкөністерді ірілеп тураймыз. Өйткені 4-5 сағат қайнайтын болғандықтан езіліп кетуі мүмкін. Сондықтан ірілеп тураңыздар. Картоптың кішкентай түрі болса, бүтіндей салуыңызға болады. Ірілеу болса, 2-ге бөліп салыңыздар. Пиязды жартылай сақиналап тураймыз. Сарымсақ болса, сарымсақты да ұсақтап турап, оны да қосыңыздар. Етіміз, көкөнісіміз барлығы дайын. Енді тұз дәмдеуіштерін қосатын боламыз. Етке арналған дәмдеуішті қосуға болады. Өзіңізге күнделікті тағамға қосатын, өзіңізге ұнайтын дәмдеуіштерді қоссаңыздар болады. Көз мөлшермен тұз, қарабұрыш, зира қосыңыздар. Ет тұздалған болса, тұзын азырақ қосу керек. Болгар бұрышы болса, оны да турап қоссаңыздар болады. Және 2 дана лавр жапырағын жарты кесе сұйық май қосу керек. Жарты кесе сұйық май қосып, жақсылап араластырамыз. Тұзы дәмдеуші сіңгенше жақсылап араластыруымыз керек. Барлығы дайын болды. Енді әбден тұзға жуылған, иісі кеткен осындай қарынымызға барлығын саламыз. Құрметті көрермендерім, қазақ тілді каналды қолдап, осы видео басқа да көптеген көрерменге көріну үшін видеоға тегін лайкты аямай басып, төменге комментарий қалдырып, поделиться батырмасы арқылы әлеуметтік желіде өздеріңіздің достарыңызбен бөлісіп жіберіп қойыңыздар. Ал егерде каналға тіркелмеген болсаңыз, жаңа көрермен болсаңыздар, осына кереметтей қарапайым видеоларды жіберіп алмас үшін подписация батырмасын басып, каналға тіркеліп алыңыздар. Бәрін салып болған соң, жан-жағын икемдейміз. Картаның көлемі үлкен болса, қазанға сыю үшін 2-ге бөліп алыңыздар. Аузын қалың жіппен тігуге немесе байлауға болады. Мен ине жіппен тігемін. Қайнағанда ашылып кетпеу үшін аузын жақсылап ине жіппен тігемін. Әр жеріне іліп тігетін боламын. Қарын бүрмені осында үлкен ыдысқа салып, салқын су құйып, газдың отына қайнауға қоямыз.
Қайнаған соң бетіне шыққан көбігін алып тастаймыз. Бір қайнаған соң баяу отқа қойып 5 сағаттай қайнатамыз. Одан аз қайнаса ішіндегісі толық піспей қалуы мүмкін. Сол себепті кемі 5 сағат қайнату керек. Сорпасына дәміне қарай тұз, паприка, дәмдеуіш қоссаңыздар болады. 5 сағатта қайнап пісті. Мына сорпасына мен қамыр илеп, қамыр жайып, қамыр салып пісіріп алатын боламын. Сіздер де солай жасасаңыздар болады. Қамырдың үстіне қарынды қойып дастарханға қонақтың алдына қойсаңыздар болады. Мінекей дайын. Қамыр илеу міндетті емес, тек қана осы қарын бүрменің өзін ұсына беруге болады. Өте дәмді, керемет болып шыққан. Бұрын жасап көрмесеңіздер, жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайтын болады. Сізге осы рецепт аз да пайдалы болса, ұнаған болса, төменге өз пікіріңізді қалдырыңыздар. Және теп-тегін лайктарыңызды аямай басып, мені қолдап кетіңіздер. Және каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.